Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен бүгін сіздерге мына Тянь-Шань шыршасы деп атаймыз, немесе қарағайдың дәнінен қалай өсіріп шығаратынын көрсетуге тырысамын. Мынау мен жазды күні мынаны, жаздың аяғында, август айларында жаңағы қарағайдың басынан жұлып алдым. Бұл негізі көк күйінде алу керек, көкірек күйінде. Негізі бұл жаңағы ашылып бітіп қарайып кеткен кезде бұның мына дәндерінің бәрі ұшып шығып кетеді. Сондықтан қатты ашылмай тұрған кезде алып, жаңағы күн тимейтін жерге қойып қою керек. Кепкен кезде жаңағы мынаның арасынан дәнін үгітіп шығарып аламыз. Міне, мен сол дәнін шығарып, міне, дайындап қойдым. Міне, бұл негізі табиғи жағдайда көбейгенде мына сияқты міне қанатшалары болады. Осы қанатшаменен ұшып, желменен, қанатшалармен ұшып, желменен сол арқылы барып түсіп көбейеді. Мен қанатшаларынан ажыратып дайындадым. Міне, енді осыны мына суға 250-300 грамм суға міне 3%-тік перекис водородты құйып, қосып, соны араластырып, соған жаңағы дезинфекция жасап салып қоямыз. Содан кейін барып, жаңағы міне осындай суға мынадан бір шай қасық қосып, соған саламыз. Міне, салып, міне қойып қоямыз 3-4 сағатқа. Содан кейін барып отырғызамыз. Қазір міне қойып қойдым, салып, енді 3-4 сағаттан кейін бұны отырғызамын. 3 сағаттай уақыт өтті. Міне жаңағы судан міне сүзгішпенен сүзіп аламыз да, дәнді былай жайып қоямыз. Сәл-пәл сорғытып. Содан кейін жаңағы мына хвойный ағаштарға арналған топырақ арнайы. Соған мына перлит араластырып, былай контейнерге жартылай толтырып, содан кейін дымқылдап, мына суды былай шашып дымқылдап аламыз да, соның үстіне жаңа дымқылдап алғаннан кейін дәнді рет-ретімен ақырындап тізіп салып шығамыз. Ішіне біртіндеп, өте жақын емес, арасын 2-3 сантиметрден қылып тізіп салып шығамыз. Оны кейін бәрі өніп шығама, әлде шықпай қалатындары бола ма, жиірек сала береміз. Содан кейін жиі шығып жатса да, кейін көшет қылып басқа үлкенірек ыдыстарға отырғызамыз, өніп шыға салысыменен. Қазір міне жиілеп себе береміз, осылай сеуіп, осылай жиығып. Осылай себеміз да, үстінен ана топырақтан қазір 1 сантиметрдей, жарты сантиметрдей қалыңдықта саламыз. Топырақтан алып, бітіп, осылай салып, жарты сантиметрдей қалыңдықта салсақ жетеді. 1 сантиметр қалың болып кетуі де мүмкін. Сондықтан осылай жарты сантиметрдей қалыңдықта салып, 5 миллиметр. Осылай сәл-пәл нығыздап топырағын. Үстінен тағы сәл-пәл су бүркіп, қақпағын жауып, жылы жерге қойып қоямыз терезенің алдына.